Тірі адамның тіршілігі өлгенде таусылған ба? Бір айда қолға тиетін жалақыны кешігіп, азық-түліктен қысылған соң, қорадағы тоқал ешкімді базарға шығаруға тура келген. Обалы не керек? Қолдағы адал малым жарады. Базарға кірмей жатып ақ, сүйегі ірі, бетіме келіскен оған бірден құда түсушілер қатары тым көбейіп кетті. Ақыры діттеген бағам болып, әп-сәтте ешкімді саттым да жібердім. Сонымен қалтаға әжептеуір ақша түскен соң, көңілденіп, аңылдай ән салып жүріп, базарды емін-еркін аралауға көштім. Одан ыстық бәліш жеп, бір саптаяқ сыраны да рахаттана, өңешке қарай қылғытып салдым. Кенет, әй ерке бала, тоқташы деген дауыс ту сыртымнан шықты. Кімге? Маған қарап айтып тұрма деген оймен басымды селқос бұрып, жан-жағыма қарасам, бір апай маған қарап қолын бұлғап тұр екен. Кім, мен бе дегендей өзімді ымдап көрсеттім. Иә, сен не, танымай қалдың ба ерке бала деп, жаныма жақындап қолымды алып жатыр. Мен аң-таң күйде бейтаныс жанның жүзіне барлай қарадым. Орта бойлыдан төмендеу келген, қызыл шырайлы, үлкен көздерінің айналасын ұсақ әжімдер торлаған, жасы шамамен 45-50 жас аралығындағы апай мені көргеніне қуанып кеткендей, қолымды қысып, жуық арада жіберер емес. Үстіне арзандау көгілдір пальто, басын қалың орамалмен шандып байлап алған бұл кісі кім болды екен деп қоям іштей. Сен әулие болсаң да мені танымай тұрсың ау осы қу бала. Шыныңды айтшы, мен кіммін деп бейтаныс апай одан әрмен маған ыстық ботқаша жабыса түсті. Ақиқатына көшсем, танымадым апай деп күмілжідім. Бәсе, бірден қайдан тани қоюшы едің? Біз байғұс жасынан жазы өтіп, көзі қалған сорлы пенде емеспіз бе деп, жаңа ғана жарқылдап тұрған апай бірден төмендеп кетті. Бұдан 25-30 жылдар бұрынғы аулыңдағы Зейнеш деген озат сауыншыны білуші ме едің деді, жүзіме қадала түсіп. Зейнеш дейді, көз алдыма бұдан көп жылдар бұрынғы аппақ сазандай әдемі келіншек тұра қалды. Әсіресе адамды баурап алар сыңғырлаған әсем күлкісі құлағымда әлі жаңғырып тұрғандай. Кезінде үстіне ақ халат киіп, қолында шелегін ұстап күлімсіреп түскен суретін аудандық газеттен талай көргенде болатынбыз. Сол кезде Зейнештің тек ферманың ғана емес, бүкіл ауылдың көркі болғанын қалай жасыра аларсың? Сіз Зейнеш апайсыз ба дедім, сасқанымнан тұтығыңқырай үн шығарып. Шынымды айтсам, бұрынғы Зейнешті қазіргі қалай болса солай киінген кісімен онша айырбастағым келмей тұрған еді. Әй қайран зымыраған уақыт-ай, ақыры дегеніңе жеткен екенсің ау. Сен таңдансаң да, таңданбасаң да, сол баяғы сұлу Зейнеш жеңгең мен болам. Бұл жалған дүниеде бәрі де өзгереді екен. Бұрындары жас кезімізде қартайған, қаусаған кемпірлерге неге сонша қартайып кеткен деп мүсіркей қараушы едік. Міне, ол жарықтықтардың артынан бізде еріп келеміз. Уақыт шіркін бәріне де емшекен ғой. Бір кездері жас шыбықтай, әп-әдемі талдырмаш бала едің. Енді қозы қарын шығарып шаштарың сиреп, сен де біраз жасқа келіп қалыпсың, қайным. Өзгермеген тек көздерің ғана екен. Мен сені шынын айтқанда көзіңнен ғана таныдым. Зейнеш апай, асығыс болмасаңыз мына асханаға кіріп тамақтанайық, асықпай әңгімелесейік. Біз кездеспегелі қай заман, қазір қай жерде тұрып жатырсыз деп сұрақтарды бастырмалата жөнелдім. Жүр кірсек кірейік, жақсы көретін қайным шақырып тұрса, қалай отказ берейін? Ауылға 1 сағаттан соң көлік болады. Оған дейін біраз уақытым бар. Бүгінде сол Жуалы ауданында тұрып жатырмын, қайным. Базар шетіндегі асханада адамдар аздау екен. Даяшы жігітке 2 лағман мен 1 шайнек шайға тапсырыс бердім. Тентек суға қалай қарайсыз жеңеше дедім. Одан әрі еріксіз қылмыс жасайтын адамша қипақтай түсіп. Оған кетер емеспін, қайным. Сен шын ниетіңмен алам десең ала бер. Кейде бұл бәленің түбін түсіріп ішіп тастайтын да әдетім бар деп, Зейнеш жеңгей сылқ-сылқ күліп алды. Апырай, өзі қанша өзгерсе де сыңғырлаған әдемі күлкісі сол күйінде сақталынып қалыпты. Баяғы өзіме сондай таныс күлкі құлағыма майдай жағып барады. Бірақ қазір көп ішіп жүрген жоқпын. Екеумізге 2 стакан алсаң жетеді деді, жөткөрініп алып. Даяшы уақыт өткізбей, біз тапсырыс берген тағамдардың бәрін алдымызға келіп қойды. Үйде келін бала бар шығар, қанша бала шағаң бар, өзің не істейсің деп, Зейнеш жеңешем алдындағы лағманнан бір ұрттап қойып, маған сұраулы жүзбен қарады. Құдайдың берген 4-5 қара домалағы бар жеңеше, келініңіз мектепте мұғалім. Ал өзім ауылдағы әкімшіліктің есепшісімін. Әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін дегенде ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз ғой. Ал жеңеше, мына ақаңды көп мөлите бермей алып тастайық деп, қазғатар тұрған 2 стаканның бірін алдыма жақындатып қойдым. Не үшін ішеміз, қайным деп,
Зейнеш жеңгем маған күлімсірей қарады. Не үшінші қалай? Жеңгесі мен қайнысының бәленбай жылдан кейін кездесуі үшін ішпейміз бе? Бәленбай жыл дейсің деп Зейнеш жеңгем ойланып қалды. Иә, 30 жылдай болып қалыпты ғой. Сонда сен қаншада едің? 13-те болатынмын, жеңеше. Ал мен 28-де ғана едім-ау. Қайтейін, ойнақтап жүріп от бастым ғой. Кетпейін едім, елдің өсегі жанымды қойды ма? Екі ортада қой аузынан шөп алмайтын Құдай қосқан қосағым ынтықбайдың әруағын қорлап кеттім-ау. Мен жақсы болғанда, адал болғанда оның аты өшпес еді-ау. Қазір кім тұрып жатыр біздің үйде? Білмеймін, Қарақалпақстаннан келген оралмандар тұрып жатыр-ау шамасы. Ауылды еске алсам ет бауырым езіліп кетеді деп, ол кісінің даусы дірілдеп, көз жасым мүлтілдеп шыға келді. Қайтейін, бәріне өзім кінәлімін. Атың өшкір Тайлақбаймен байланысып нем бар еді? Оның көкбет долы әйелі шашымды жұлып, жерге аунатып бетімді тырнаса да, жеңіл жүрісімді тия алмадым емес пе? Ақыры не болды? Ел жұртқа, ағайынға таза масқара болып, бір күнде үдере көшіп кеттім. Айтпақша, Тайлақбай тіріме өзі, деді Зейнеш, бет жүзін жайлап кеткен көз жасын қолының сыртымен сүртіп жатып. Тірі, бірақ аяқ қолы жансызданып, сал болып қалған. Әйелі күн бермеген соң Жыңғылсайдағы әпкесі алып кеткен деп есіткем. Қазір сол Жыңғылсайда шығар. Ал әйелі қайда? Әйелі қайда болушы еді? Үйінде бақуат тұрады. Екі күйеу баласын қыздарымен қоса малына салып қойған. Ашу келсе күйеу балаларын да аямай сабайды да жүреді, дейді ғой жұрт. Құрысын, атын естісем жүрегім зырқ ете қалады. Шашымды бір уыс қылып жұлып, бетімді аяусыз тырнаған жауыздығын өле-өлгенше ұмыта алмаспын. Ал жеңеше, мынаны да алып жіберейік деп, мен сөз арнасын басқа бағытқа бұрып жібердім. Иә, ішіне запыран толып, көп жылдардан кейінгі кездесу Зейнешті сірә қатты толқытып жіберсе керек. Тыжырынбаған күйі үлкен стаканды қотара төңкеріп тастады. Үн-түнсіз кеспесінен еті көп сорпаны сораптай ішіп отырмыз. Шынымды айтсам, арақтың қызуы бойымды балқытып барады. Ойыма бұдан 30 жыл бұрынғы өзім куә болған оқиға түсті. Бір қызығы, арада қаншама жылдар өтсе де, санамда еш өзгеріссіз сол оқиға өшпестей жазылып қалыпты. Қазір ғой жау ұшақтары бейне бір бомбалап тастағандай, әр ауылдарда ферма, гараждардың тып-типыл болып өтпелі кезеңнің ықпалымен қолдан қирап қалғаны, ал ол кезде колхоздардағы мал фермалары қысы-жазы жұмыс істеп тұратын. Түнге қарай электр шамдары саумаладай жарқырап, еңбек қарқыны еш уақытта бәсеңдемейтін. Біздің ауылда да кезінде сиыр сауатын, бұзаулар тұратын фермалар болатын. Сол жерде менен 6 жас үлкен әпкем де сауыншы болды. Ол кезде мен 7-ші класста оқитынмын. Қолым сабақтан босағанда фермаға келіп, әпкеме жәрдем беріп тұратынмын. Сиырларының шөбін салсам, балағын шығарам. Ферманың өзі біздің үйден онша қашық болмайтын. 200 метрдей жүрсең болды, сарайға адаспай аяқ тірейсің. Зейнеш жеңгей де фермада сиыр сауатын. Жаңа әңгімеміздің басында айтып өттім ғой, оның озат сауыншы болғанын. Суреті колхоздың құрмет тақтасымен газеттен түспейтін. Өзі де сол кезде әдемі еді. Қарақаттай мөлдір көздері жәудіреп, қою қара шашы ақ халатының сыртына шығып, өзіне сондай жарасып тұратын. Жан баласына бұйырып сөйлемейтін. Бар жұмысты күліп жүріп өзі тындыратын. Зейнешті фермадағылардың бәрі жақсы